Сәлем құрметті көрермендер, құрметті оқушылар. Жалпы бүгін біздің қозғайтын тақырыбымыз өте маңызды, сондықтан да мұқият соңына дейін қараңыздар. Бұл нәрсе сіздердің өмірлеріңізге, сіздердің кейінгі жұмыс орындарыңызда, жалпы қазіргі момент, қазіргі кезде ол ұбт, иә. Сондықтан да ұбт-ны жақсы тапсырып шығуға сіздерге, яғни кедергісін жасайтын негізгі факторларды айтып кететін боламын. Өте маңызды және негізгі. Сондықтан да мұқият тыңдаңыздар, себебі өткенде мен трансляцияда осы нәрсені қозғаған кезде кішкене сіздердің интернеттеріңіз қатып, алыс жердегі оқушыларға дұрыс естілмей, көрілмей қатып жатты. Сондықтан да мен сіздерге тағы да екінші нұсқасын осы видео ретінде қайталап түсіргім келіп тұр. Себебі сіздердің өзгергендеріңіз ол өзіңізге де жақсы және бізге де жақсы. Сол себепті мұқият тыңдаңыздар. Мен бүгін сіздерге негізгі факторлар айтатын боламын, яғни ұбт-ны сәтті тапсырушыға кедергі жасайтын. Сонымен негізгі бірінші фактор ол бізде ұялшақтық. Өздеріңіз қазір көріп тұрсыздар. Неге деген сұрақ келуі мүмкін, иә? Енді қараңыздар оқушылар. Қазіргі кезде көп оқушылар енді қандай да бір оқу орталықтарына барады, мектепте мысалы дайындалады деген сияқты. Сол кезде осы ұялшақтықтың кесірінен өзінің, яғни керекті білімін алып шыға алмай жатады. Яғни өзіне керек информацияны дұрыс қабылдамай, үйге барғаннан кейін бүгінгі айтылған мысалы 100% информацияның 40-60-ын ғана үйіне құшақтап қайтады. Енді ол не себепті болуы мүмкін? Әрине ол ұялшақтық. Қараңыздар. То есть ұялшақтық соның ішінде бар. Мысалы қараңыздар. Мектепте партада мысалы 20 бала отырса, немесе бір оқу орталықтарында ешкім танымайсыз, жаңадан келдіңіз, қосымшаға қатысып бірдеңе үйренуге. Сол кезде мысалы мұғалімдер сіздерге сабақтар түсіндіріп жатады, және де сол кезде сіз не істейсіз? Әрине, әрбір оқушыда бар ол ұялады, иә. Сұрақ қоюға ұялады, мұғаліммен ашық сөйлесуге ұялады, түсінбей қалған жерлер тағы да сұрауға ұялады, қорқады, басқалар не ойлап қалады, сұрағым орынсыз болып қала ма, қазір мына сұрақты қойсам, сұрағым дұрыс емес па деген сияқты әртүрлі сондай ойлармен ол өзінің сұрақтарын қоя алмай, сол тақырыпты дұрыс қамти алмай үйіне қайтып кетеді. Сол себепті оқушылар ешқашан ұялмаңыздар. Ұялу деген нәрсе негізінде бұл жалпы тек қана ұбт-ға байланысты емес, ол өмірде де, университетке түссеңіздер де, болашақта жұмыс орындарға кірсеңіздер де, бұл өте бір кедергісін тигізетін негізгі бір фактор. Сіздердің, яғни сәтті адам болуыңызға. Себебі, мысалы, универге түскен кезде ол жерде үлкен аудиториялары болады, мұғалімдер ешкім танымайтын. Сол кезде қайттан осы нәрсе басылады, сіз қайттан ұяласыз бір нәрсені сұруға, мысалы, лекция өтіп жатады, лекцияны түсіндіреді. Сіз сол лекцияны түсінбей қалған кезде сұрайын десеңіз қорқасыз, мүмкін қазір апай ұрсып жібереді деген сияқты. Сондықтан да ешқашан ұялмаңыздар оқушылар. Ашық ойларыңызды айтып жүріңіздер. Қай жерде болмасын сұрап, біліп, білесіздер ме, кстати, осыдан нақты білмеймін қай жыл екен, бірақ 1868 ба, 69 ба сол жылдары бір эксперимент жүргізген. Мен оны ютубтан көріп қалдым, және де соны сіздермен бөліскім келіп тұр. Жалпы осы Европа елінде бір эксперимент жүргізген. Кішкентай балаларды алып келіп қойды, 5-ші сыныптағы, 6-ші сыныптағы әртүрлі 8 ба 6 баланы отырғызып қояды. Солардың барлығына бірдей не береді? Айтады, қазір мен сендерге барлықтарыңа қант беремін деп. Тәтті қант бар емес па? Соның дәмін көріңіздер. Егер де ұнаса, онда ұнады, дәмді, тәтті ма деген сияқты ойларыңызды айтыңыздар деп. Сол кезде жаңағы отырған балалардың 4-еуіне береді қантты, шынымен де қант береді. Қалған 2-еуіне қант емес, оның орнына тұзды араластырып береді. Яғни ашты қылдырып кішкене. Түсінікті ғой. Сол кезде жаңағы 4 бала, енді шынымен олар тәттіні жеп отыр, олар иә тәтті деп айтады. Соңғы 2 қалған оқушының біреуі ұялғандықтан, яғни басқалар не ойлап қалады дегенде, басқалардың ойына қосыла салып, иә шынымен де тәтті екен дей салады. Бірақ ол жеген нәрсе ол қант емес, оныкі тұз болатын, аштылау. Ал одан кейінгі оқушы, жаңа отырған бала, иә, ол өз ойын айтып, жоқ бұл тәтті емес, бұл ашты деген сияқты нәрсені айта бастайды. Яғни теманы қозғай бастайды. Қарсылық білдіріп деген сияқты. Өзінің ойын айтып, ұялмай, қысылмай деген сияқты. Вот, енді эксперимент қалай болды сонда? Кейін арада бір 10-15 жыл өтеді, жаңағы балалар өсіп ер жетеді. Кейін сол студенттерден жаңағы эксперимент жүргізген профессор, профессор ма, білмеймін, доктор ма, сол енді әр оқушыларды қайттан жинап, жаңағы балаларды сұрақтар қоя бастайды, яғни өмірлерін қандай, әртүрлі сұрақтар қойып, яғни немен айналысу деген сияқты. И сол кезде олардың көз жеткені, эксперименттің бірі, ол осы
жаңағы өз ойын айта білген ұялмаған оқушы аналарға қарағанда более успешный болған, яғни аналарға қарағанда кішкене сәтті адам болған. То есть түсініп тұрмыз ғой, ол шынымен де сіздер келсеңіздер, оған ютубтан гуглдан іздесеңіздер де мынандай көптеген ақпараттар бар. Ұялу факторы негізі сіздерге құрту керек. Қорқыныш деген нәрсені ешқашан ұялмаңыздар. Егер білмей жатсаңыздар, сұраңыздар, ізденіңіздер. Мұғалім, мысалы, мұғалімнен келіп көбісі қорқады негізі сұрауға, ашық айтқанда ше. Енді барлығы деп айтпаймын, бірақ ондай оқушылар бар. Сол себепті бұл бірінші фактор екен, сондықтан да ұялмаңыздар. ОБТ-ны сәтті тапсырып шығуға тағы да келесі біздің әсер ететін бір факторымыз, ол бізде қобалжу. Қобалжу деген менде де бар, сенде де бар, негізі жалпы барлық адамда бар, себебі біздің ол табиғатымыз, Бірақ та қобалжуды дер кезінде тоқтата білген ол да бір өнер деп айтсақ болады. Ол да бір нәрсе, керек нәрсе, өте маңызды. Сондықтан да орысша айтқан кезде контролировать ету керек, қобалжуда. Мысалы, ОБТ-ны тапсырып жатқан кезде, яғни сен жыл бойы дайындаласың ОБТ-ға, сосын ОБТ-ға кіресің, сол кезде барлығымызда қобалжу басталады. Яғни жан-жағыңа қарайсың, камералар тұрады, там мұғалімдер бірдеңелер айтып жатады, бейтаныс адамдар, бейтаныс оқушылар деген сияқты. Соның барлығы сенің миыңа әсерін тигізіп, сенің тағы да бір сәтті тапсырушыңа қандай да бір өзінің үлесін тигізеді қобалжу, яғни бір 15-20%-ке төмендетеді. Егер де сен мысалы жақсы дайындалып және де қоса шпормен кіретін болсаң, ол шпор тағы да өзің бір 5-10%-ін қосатын болады. Ол шынымен де дәлелденген нәрсе оқушылар. Өйткені сен қара, сен жыл бойы дайындаласың ОБТ-ға, сосын сен тағы да шпормен кірсең, сенден андай ой пайда болады. Қазір мен шпормен ұсталып қалсам не болады? Білейін, шпорым ашпай қалса не болады? Тағы да білмеймін, тағы да басқа бір сұрақтар миларыңа келіп, сені жиі бастайды да, сен сондықтан сол ақырындап өзіңді қобалжып, осы жыл бойы оқыған материалдардың бір 20-30%-ін тағы да ұмытып қалып жатасың. Ол шынымен де бар нәрсе, оны мойындау керек оқушылар. Сондықтан да қобалжуды дұрыстап контролировать етсеңдер, кешірім сұраймын орысша айтып жатқаныма, бірақ енді солай өзі сұранып тұр. Сондықтан да дұрыс дер кезінде тоқтата білу керек қобалжуда. Яғни өзіңе сен, егер шынымен де ОБТ-ға дайындалсаң, онда шпор ешнәрсе алып кірудің қажеті жоқ. Ол бекер сенің қобалжуыңа өзінің үлесін тигізетін болады. Сондықтан да өзіңе сен, қобалжыма, бәрі жақсы болады. Сүреңді де оқыда, ОБТ-ға аман-есен кіріп шыға қой. ОБТ-ны сәтті тапсырып шығуға тағы да бір өзінің кедергісін тигізетін, және осы кедергілердің ішіндегі ең маңыздысы деп айтсам болады, ол бізде эмоцияға берілу, эмоцияға көп берілу. Бұл тек қана сіздердің ОБТ-ны жақсы тапсырып шығуыңызға ғана емес, сонымен қатар денсаулығыңызға да кері әсерін тигізетін болады. Яғни ол бізде эмоцияға берілу. Енді адам болғаннан кейін барлығымызда отбасылық проблемалар болады, басқа да проблемалар болады. Сол кезде шектен тыс эмоцияға берілудің керегі жоқ. Қайта мен бұл эмоцияны жеңе білу керек, яғни осы эмоцияны өзің армандаған мақсатыңа, яғни мен қалай да болсын жетемін, менен барлығы шығады, осыдан көресіңдер деген сияқты позитивпен күліп, яғни эмоцияны дұрыс жеңе білу керек. Себебі ОБТ-ға бұл қандай кедергісін тигізуі мүмкін? Егер де сен көп эмоцияға беріліп, қайғырып жүретін болсаң, ғалымдардың зерттеу бойынша, бұл менің сөзім емес, ғалымдардың зерттеу бойынша, бұл біздің миымыздағы памяттің жалпы 20-30%-ін тағы да бір төмендетеді екен. Яғни сен мысалы ОБТ-ға дайындалып жүрсің, сен тағы да бір проблемаларың болып жатыр. Сонымен сенің дайындығың былайша айтқан кезде жақсы қарқынды болмайды. Саған өйткені жаңа проблемалар өз кедергісін тигізіп тұрады. Сол кезде как раз жоқ, мен бұл проблемалар жеңемін, қалай да болса кез келген проблеманың шешімі бар деп, яғни сенің мақсатың мысалы ОБТ тапсыру болса, сен ОБТ-ны тапсырамын қалай да болсын, маған бұндай проблемалар кедергі өміріме жасамау керек деген сияқты ойлармен сен өзіңді сол эмоцияны жеңе білетін болсаң, әбден ОБТ-ны сәтті тапсыруға тағы да бір сатыға көтерілетін боласың. Сондықтан да құрметті оқушылар, құрметті көрермендер, эмоцияға көп берілмеңіздер. Адам болғаннан кейін барлығымызда болады, сабыр сақтаймыз, барлығы жақсы болады, тек қана алға. Келесі ОБТ-ны сәтті тапсырып шығуға тағы да бір өзінің кедергісін тигізетін, бірақ бұл қатты маңызды емес. Бұл негізі осының ішіндегі кішкене қызығырақтары. Себебі бұл жерде қазір біз екі түрлі әңгімелесетін боламыз, екі жақтап. Жалпы тақырып бойынша шаршау, шектен тыс оқу. Енді қараңыздар. Шектен тыс оқу ол қалай сонда? Мысалы, әр қалай, ситуация әр қандай. Біз көбіміз кейбір оқушылар бар,
көп оқыса, одан сайын қызығушылар арттырып оқи береді, түннің ортасында, түннің жатарында деген сияқты. Оның бірі менмін. Мысалы, мен бұрында солай оқитынмын. Білмеймін, мен таңертең оқуға желанием аз болатын, бірақ мен түнде көп айналысатынмын өзіммен. Бірақ ол маған пайдасын тигізді. Бірақ негізі алайда кейбір кезде ол өзінің кері әсерін тигізеді. Ол қай кезде? Егер сенің желанияң төмендесе, яғни білімге деген желанияң төмендеп тұр, бірақ саған оқу керек болып тұр, және сен плюс шаршап тұрсың. Вот сол кезде егер сен өзіңді қатты қинап жүретін болсаң, яғни нагрузка, оқи беріп, түсінбей жатсаң да оқи беріп деген сияқты, желанияң болмай жатса да оқи беріп, ол сол кезде саған өзінің кері әсерін тигізетін болады. Яғни сен ол кезде шаршай бастайсың, миың уже шаршай бастайды. Содан сен ақпаратты қабылдау нең төмендей бастайды. Және де сенің есе сақтау қабілетін тағы да өзінің бір үлесін қосып жүреді, яғни есе сақтау қабілетін тағы да бір кеми бастайды. Ол да менің сөзім емес, ол ғалымдардың сөзі. Сондықтан да шектен тыс көп дайындалудың да қажет жоқ. Тынығып жүру керек, демалу керек, анда-санда табиғатқа шығу керек, өзіңе ұнайтын өлеңдер тыңдап тұру керек, перерыв жасау керек деген сияқты. Енді бұл нәрсе жалпы әр оқушыға әрқалай действовать етеді. Мысалы, мен енді бұрында дайындалған кезде мен айтып тұрмын ғой, жаңа кеш жақын дайындалатын, шаршай бастайсың, кішкене мойындарың ауырып деген сияқты. Бірақ менде кішкене желание болатын, сол желанияның арқасында менде скорее всего бұл маған кері әсерін емес, наоборот, көмегін тигізген сияқты. Сондықтан да бұл нәрсені мен нақты кесіп айта алмаймын. Бұл әр адамға әртүрлі өзінің әрекетін береді. Бірақ енді бір кеңесім, егер де шынымен де шаршап ұйқың келіп тұрса, лучше ұйықтап ал. Ұйықтап алған кезде сенің жаңағы оқыған ақпараттарың есе кәдімгідей жақсы қалады. Кстати, еще бір не оқығанмын, статья. Мысалы, жатар кезде сендер егер де бір ақпаратты оқып ұйықтап қалатын болсаңдар, ол ақпарат сендердің бірген сознанияларында сақталып қалады. Қандай да бір бөлшегі 50-60%. Одан кейін сендер оянып, қайтадан сол ақпаратты қайталайтын болсаңдар, ол ақпараттардың тағы да жаңағы 60%-ке тағы да 30-40-ға қосылып, сонымен есе жақсарып қалады, жалпы былай шыққан кезде. Сондықтан да бұл нәрсені тоже меңгере жүріңіздер. Жатар кезде де мысалы бір пайдалы болсын видеоролик қарап, мысалы нұсқа талдауларым бар менің әртүрлі деген сияқты, немесе курстарыма қатысып жүрсіңдер, тақырыпты қайталап көріп деген сияқты, соның барлығын міндетті түрде істеңіздер. Сол кезде есе сақтау қабілеті өте, яғни есе жақсы сақталып қалады. Сонымен, құрметті оқушылар, мен сіздерге тек қана бар жақсылықты тілеймін. ОБТ-дан жақсы балл жинап грантқа түсіңіздер, ата-анаңызды қуантыңыздар, жақындарыңызды қуантыңыздар, өздеріңізде қуаныңыздар, армандарыңызға жетіңіздер, мақсаттарыңызға жетіңіздер. Тек қана ерінбеңіздер, мен бұл сөзді қайталай берем, ерінбеңіздер, ешкімді жамандамаңыздар, ешкім туралы жаман ойламаңыздар, жақындарыңызбен бірге болыңыздар, жалпы өмірге деген көзқарастарыңыз позитивный болсын, әрқашанда жақсы ойлап жүріңіздер. Ең бастысы соның ішіндегі ерінбеңіздер, нәпсіге берілмеңіздер, сол кезде сіздер бәрін жеңетін боласыздар. Ешқашанда жеңілмейтін бір сөз бар еді ғой жақсы, ешқашан мойынбаған адам жетістікке міндетті түрде жететін болады. Сондықтан да ерінбеңіздер оқушылар. Тағы да қайталап айтамын, келесіде тағы да қандай тақырып қозғағанды қаласаңыздар, міндетті түрде комментария жазыңыздар. Бұл өтінішім деп айтсам да болады, себебі сіздердің әрбір комментарийларыңыз, лайктарыңыз біз үшін өте маңызды. Бізге ол жігер беріп тұрады. Сондықтан да осымен сәттілік, қайталап айтам, ерінбеңіздер. Ал осымен сау болыңыздар.